Табалдырықты баспа. Адам ата Қағбаның іргесін қалап, оны Құдайдың үйі деп атайды. Қағбаға құлшылық жасап, ескірген жерін жөндеп тұрады екен. Дүниеден өтерінде олар шешке Қағбаның кілтін ұстатады. Оны күтіп, таза ұстауды аманат етеді. Шеш әке өсиетін бұлжытпай орындайды. Оның ықылас пейіліне риза болған Жәбірейіл шешке үй салуды үйретеді. Оған дейін адамның ұрпағы ағаштан салынған лашықтарда өмір сүрген екен. Шеш құрылыс өнерін үйренген соң, алғаш өз үйінің кірпіштерін тұрғызады. Баспанасы дайын болған кезде, оған бірінші болып қонаққа келген Құт екен. Ол үйден орын беруін сұрайды. Сонда шеш, қалаған жеріңнен қоныс ал дейді. Құт табалдырыққа келіп жайғасады. Осыған орай ел арасында табалдырықта тұрма, табалдырықты баспа, үйдің құты қашады деген ырым сақталады. Артынша шештің үйіне бақыт келіп бас сұғады. Ол төрден орын беруін сұрайды. Шеш рұқсат береді. Бақыт төрге жайғасады. Қазақта құрметті қонағын төрге отырғызып, бата сұрау осы ырымнан қалған екен деседі. Бақыттың соңынан береке келеді. Ол шештің дастарханынан орын алады. Дастарханда береке бар деген түсінік осыдан қалыпты. Көп ұзамай ынтымақ келіп, пайғамбардың қонысынан жай сұрайды. Ол босағаға орналасады. Қазақта босағаң мықты болсын деген сөз, ынтымағың мықты болсын деген тілек екен. Ал босағада тұрма дейтіні, ынтымақты бұзасың деген ырым деседі. Шеш ізгі амал қасиеттерін орналастырып жатқанда, үйдің бір саңылауынан жын-перілер жасырынып келіп, үйдің бұрыштарына тығылады. Кім бұрышта отырса, соның арқасына мініп, кеудесін басады екен. Қазақта қара басты, еңсені езді деген тіркестер осыған орай айтылған деседі. Ырым білетін ескі кісілер жастарға бұрышта отырма деп тәрбиелейді екен. Үйдің ішін адыраспанмен немесе аршамен аластағанда жын-перілер жоғалады деген түсінік бар. Шеш пайғамбардың оқиғасына сәйкес қазақ арасында мынадай бір ғибратты әңгіме бар. Баяғыда бір Нығмет пен Үсен деген ағайынды жігіттер Шахимардан деген байдың малын бақыпты. Екеуі кисе киімге, ішсе тамаққа жарымайды. 20 жыл жалшылықта жүреді. Бай олардың жайын ойламапты. Бір күні екеуі бөлек шығып, байдан ақысын сұрамақ болады. Сараңбай арық атпенен бұзаулы сиыр береді. Берген ақыға разы болмаса да, қанағат тұтудан басқа жолдары жоқ еді. Атпен сиырды жетектеп, басауған жаққа жүре береді. Қасқарая бір өзеннің жағасына келіп дем алады. Кешке сиырды сауып, сүтін пісіріп отырғанда, аттың дүбірін естиді. «Ей, кім бар, сөйлес, Құдайы қонақпын» дейді дауыстап. Сонда олар, «Кімсің?» дейді екеуі. «Атым Қызыр, қырғауылдай қорғалап, бөденейде жорғалап келемін» дейді. «Қызыр болсаң, қонатын жерге қон, бізде қазір саған орын жоқ» дейді. Қызыр кетіп қалады. Сәлден соң тағы да ат дүбірі естіледі. «Ей, кім бар, сөйлес, Құдайы қонақпын» деп дауыстайды. «Кімсің, қайдан келесің?» дейді олар. «Атым Бақ, қырдан, ойдан келемін» дейді. «Бақ болсаң орныңды тап, саған орын жоқ» дейді. Бақ та кетіп қалады. Үшінші дүбірлеген аттың даусы тағы да естіледі. «Ей, кім бар, сөйлес, Құдайы қонақпын» дейді. Сонда олар, «Кімсің, қайдан келесің?» деп сұрайды. «Атым Дәулет» дейді. «Ендеше дәулетті жерге бар, іздегенің біз емес» дейді екеуі. Дәулет те кетіп қалады. Сүт пісті деген уақытта ат дүбірі тағы да естіледі. «Ей, кім бар, Құдайы қонақпын» дейді аттылы. «Кімсің, қайдан келесің?»
Атым ынтымақ дейді. Сол кезде екі жігіт жүгіріп шығып, аттың шылбырына оратыла кетеді. Ынтымақ болсаң, қонақ бол, біздің іздегеніміз сенсің, дейді екеуі. Соятын атты көлденең тартып, әумин деп бата сұрайды. Сол кезде ынтымақ: жан баққан жалғыз атты маған сойсаңдар, қалай күнелтесіңдер, дейді. Үйде ынтымақ болса, жоқшылық кірмес, қайғы мұң баспас. Мал тағы да бітер, бақ қайта қонар, батаңды бер, дейді жігіттер. Ынтымақ екеуіне риза болып, екі алақанын жай жібереді да: Құдай оңдасын, қызыр қолдасын, бақ қосылып, дәулет дарысын, Аллаху әкбар деп бата береді. Нығмет пен Үсен атты сойып, етін қазанға салады. Ет пісті деген кезде сырттан көп аттының дүбірі естіледі. Қараса, қызыр, бақ, дәулет үшеуі қайта келіп тұр екен. Екі жігіт жүгіріп шығып қарсы алады. Оларды әлгінде қондырмаған үшін кешірім сұрайды. Сонда қызыр: балаларым, оған қысылмаңдар. Ынтымақ болмаса, қызыр қонбайды, бақ қарамайды, дәулет дарымайды. Біз ынтымақтың бастауымен келдік. Көсегелерің көгерсін, өркендерің өссін, дейді. Ертесі төрт қонақ батасын беріп аттанады. Содан бастап Нығмет пен Үсеннің үйінде береке дариды. Бай болып, бақуатты жанға айналғанда да екі жігіт ынтымағын жоғалтпапты. Ұрпақтарына ынтымақтан биік, ынтымақтан күшті ештеңе жоқ деп өсиет қалдырған екен. Босағаларыңыз берік, ынтымақтарыңыз арта берсін.